Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы наурызда ән айтады. Будет петь на празднике Наурыз. Балалар, бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқимыз. Мәтіннің мазмұнына сәйкес қарапайым сұрақтар құрастырамыз. Сұрақтарға жауап береміз, суреттермен сөздерді сәйкестендіреміз. Ребята, на уроке мы будем читать текст, будем составлять простые вопросы к тексту, будем отвечать на вопросы, будем сопоставлять слова с картинками. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Ән айтамын, буду петь. Ән айтпаймын, не буду петь. Билеймін, буду танцевать. Билемеймін, не буду танцевать. Қайталаймыз. Ән айтамын, ән айтпаймын. Билеймін, билемеймін. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар, есте сақтаңыздар. Ребята, занесите новые слова в словарь и запомните их. Есте сақтайық. Балалар, жіктік жалғауды қайталаймыз. Ребята, давайте повторим личное окончание глаголов. Мен билеймін, я буду танцевать. Билемеймін, не буду танцевать. Сен билейсің, ты будешь танцевать. Билемейсің, не будешь танцевать. Сіз билейсіз, вы будете танцевать. Билемейсіз, не будете танцевать. Ол билейді, он или она будет танцевать. Или не будет танцевать, билемейді. Билейді, будет танцевать, билемейді, не будет танцевать. Мен ән айтамын, я буду петь. Мен ән айтпаймын, не буду петь. Сен ән айтасың, сен ән айтпайсың. Сіз ән айтасыз, сіз ән айтпайсыз, вы не будете петь. Ол ән айтады, он или она будет петь. Ол ән айтпайды, он не будет петь. В третьем лице местоимение можно заменить. Например, Анель билейді, Анель будет танцевать. Алибек ән айтады, Алибек будет петь. Алибек билемейді, Алибек не будет танцевать. Алибек ән айтады, он будет петь. Балалар, есте сақтаңдар. Жіктік жалғау, личное местоимение глаголов. Ребята, запомните. Суффикс «и» – это суффикс, который образует будущее время глагола. «Ме» – это суффикс, который образует отрицательную форму глагола. Жақсы балалар, есте сақтаңдар. Давайте запомним. Тыңда, қайтала, оқы. Наурыз келді. Наступила наурыз. Мен ән айтамын. Әділ ағам ән айтады. Қарындасым алуа билейді. Ребята, еще раз внимательно прочитайте. Можете приостановить видео. С помощью новых слов попробуйте перевести сами текст. Ал енді балалар, мәтіннің мазмұны түсінікті болса, қызылмен берілген сөздерге сұрақ қойып көріңдер. Ребята, если вам понятно содержание текста, поставьте вопрос к выделенным красным цветом словам. Давайте подумайте. Балалар, ойланып көрейік. Наурыз, ән айтамын, әділ ағам, билейді. Ал енді наурыз келді. Наурыз деген сөзге сұрақ қояйық. Не келді? Что пришла? Мен ән айтамын. Мен не істеймін? Мен ән айтамын. Кім ән айтады? Әділ ағам ән айтады.
Қарындасым алуа билейді. Қандай сұрақ қоямыз, балалар? Билейді деген сөзге. Иә, қарындасым алуа не істейді? Что делает сестра алуа? Жақсы, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Тыңда, қайтала, оқы. Төмендегі сөйлемдерді оқимыз. Әлібек сурет салмайды. Әлібек не будет рисовать. Ол ән айтады. Саша ән айтпайды. Ол билейді. Аны билемейді. Ол ән айтады. Анна ән айтпайды. Ол суретті бояйды. Она будет раскрашивать картину. Қанат суретті боямайды. Ол суда жүзеді. Он будет плавать. Жақсы, балалар. Видеоны тоқтатып, өздерің тағы бір мәрте оқыңдар. Жаңа сөздерді пайдаланып, аударып көріңдер. Ребята, приостановите видео, еще раз прочитайте предложение и попробуйте предложение, которое я вам не перевела, с помощью словаря перевести. Жақсы, балалар. Айтылым, говорение, екінші тапсырма. Наурыз мейрамында сен не істейсің? Что ты будешь делать во время праздника Наурыз? Сұрақтарға иә, жоқ деп жауап бер. Ответь на вопросы да, либо нет. Бірінші сұрақ. Сен Наурызда ән айтасың ба? Ты будешь петь во время праздника Наурыз? Ребята, можно ответить утвердительно. Я, мен Наурызда ән айтамын. Да, я буду петь во время праздника Наурыз. Можно дать отрицательный ответ. Жоқ, мен Наурызда ән айтпаймын. Нет, я не буду петь на празднике Наурыз. Екінші сұрақ. Сен Наурызда өлең жаттайсың ба? Ты будешь учить стихотворение на Наурыз? Сен Наурызда билейсің бе? Ты будешь танцевать на празднике Наурыз? Сен Наурызда сурет саласың ба? Ты будешь рисовать на празднике Наурыз? Сен Наурызда ойыншықтарды бояйсың ба? Ты будешь раскрашивать игрушки на празднике Наурыз? Сен Наурызда ойнайсың ба? Ты будешь на празднике Наурыз играть? Ребята, это задание устно. Отвечайте на вопросы устно и отправляйте голосовым сообщением учителю. Келесі тапсырма. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына түсіп қалған әріптерді қойып жаз. Ребята, вместо пропущенных букв вам нужно вставить эти буквы и переписать эти предложения. Это задание письменное, выполняете в тетради. Ал енді балалар, төртінші тапсырма. Сөздерді суретпен сәйкестендіріп айт. Ребята, вам нужно найти соответствующую картину словам и словосочетаниям. Ән айтады, ойнайды, жүзеді, сурет салады, кеме құрастырады, билейді, санайды, бояйды. Балалар, ойланып көрейік. Давайте подумаем. Ал енді балалар, тексереміз. Ән айтады, ойнайды, жүзеді, сурет салады, кеме құрастырады, билейді, санайды, считает, бояйды, раскрашивает. Жақсы балалар, сіздерде осылай суреттерді сөздермен сәйкестендірдің деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы справились с этим заданием, нашли соответствующую картину каждому слову или словосочетанию. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.